Ассалаумағалейкум баршаңызға. Біз бұйырса қазір фильтрді кесіп, ішіндегі құрылысымен таныс болатын боламыз. Және бұл ең арзан фильтр, 1000 теңгеден сатылып жатыр, 1000 теңгеден сатып алдым. Және қымбат фильтрлер мен арзан фильтрлердің разницасын тексеріп көретін боламыз. Ең бірінші мән беретін мәселе ол мына сальник. Көп жерде осы сальникке мән береді. Қалыңдығы бар, кейбір фильтрлерде бұл домалақ болады. Бұл машинаға салынуына қарай бұны да зерттеп айтатын боламыз. Қазір бірінші ішін кесіп көрсетейік. Ішін кесу үшін бізге осындай аппаратты пайдаланамыз. Былайынан салу арқылы қазір кесетін боламыз. Біз фильтрімізді кестік. Және ең бірінші түсіндіретін жағдай, май бұл тесіктер арқылы кіреді. Іштен мына қағаздардың ортасынан фильтровация етіледі және ішіне кіріп түседі және іш арқылы мотор жаққа қарай кетеді. Егер фильтрде сонымен қатар обратный клапан дейтін нәрсе болады, ішінде итеріп тұрады. Бұл міндеті мына фильтр сапасыз болған жағдайда немесе майға тоқ болған жағдайда, қысымды көтере алмаған жағдайда обратный клапан қосылады. Обратный клапан қосылған кезде мына резинка мына жақтан жауып тастайды. Яғни бұл бітеп тастаған кезде май өтпейді. Яғни майды фильтровать етпейді. Май прямой кете береді. Ешқайда соқтаспай кете береді. Және бұл фильтрлердің көп жағдайда подделкасын қосатын себебі сол. Себебі айыра алмайсыз, фильтрден екен не фильтрден емес екенін біле алмайсыз. Себебі фильтр фильтровать етпейді, тіке жібере береді. Және осыған байланысты қазір өте көп компаниялар бар. Ценалары 1500, 2000, 2500, 3000. Мына фильтр айтып кеткенде 1000 теңгеге сатып алдым. Және бұдан да қымбат фильтрлер тексеріп, қағаздарын бәрін тексеріп қарайтын боламыз. Сондай олар қымбат ценаға тұра ма, әлде одан да арзан сала берген дұрыс па? Өздеріңіз қосып айтып кетсеңіздер болады, қандай фильтрлерді тексеріп, осылай ішін кесіп көруге болатын. Бұйырса, Алла қаласа, бәр фильтрді кесу ойда бар.